Баршаңызға қайырлы күн. Тегін мастер-класты қабыл алыңыздар. Табиғи ашытқымен жасалатын формадағы нанның дайындалу жолын ұсынатын боламын. Көптен бері видео салмадым, сондықтан қолдап, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізде тоңазытқышта тұрған ашытқымызды алып, 100 грамм салатын боламыз. Бұл бізде алдын ала дайындалған, және де 100 грамм су құямыз. 100 грамм суымыздың үстіне жаңағы 100 грамм ашытқымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бір келкі болғанша араластырып аламыз. Осылай араластырып болғаннан кейін ұнымызды саламыз. Ұнымызды 100 грамм мөлшерінде. Егерде ашытқыларыңыз болмаса, бұдан көбірек қосып, сол ашытқыны көбейткеннен кейін алып қалсаңыздар болады. Осылай ұнды да жақсылап бір келкі қылып араластырып аламыз. Бұл бізде алдын ала жасалынатын процесс. Яғни, егерде сіз таңертең ерте тұрып осы ашытқыны дайындап қоятын болсаңыз, бұл кем дегенде 5-6, енді ашытқының күшіне байланысты 8 сағат көлемінде де көтерілуі мүмкін. Осылай бетін пищевой пленкамен жауып, және де бөлменің температурасына байланысты болады ашытқының көтерілуі. Міне қараңыздар, бұл шамамен 6-7 сағат өткеннен кейін осындай болып көтерілді. Осылай әдемі болып бетінде пузырькалар пайда болды. Бұл ашытқының жақсы күшін көрсетеді. Қараңыздар, өте әдемі көтерілді. Енді кезекте осы дайын болған апара деп айтамыз. Апарамызға 300 грамм су құямыз. Салқын су, және де міндетті түрде жылы су емес, краннан алынған салқын су құямыз. Ашытқымен бірге араластырып жібереміз. Одан кейін 600 грамм ұнымыз салатын боламыз. Көріп отырғандарыңыздай басқа артық еш нәрсе жоқ. Тек тұз салатын боламыз. Тұзды оны кейінірек айтатын боламын, қай уақытта салатын. Осылай 3 затты жақсылап араластырып аламыз бір келкі болғанша. Басында бір келкі болмауы мүмкін, бірақ ең бастысы суыңыз бен ұныңыз бір-біріне араласуы қажет. Осылай егерде қамырыңыз қатты қою болып жатса, кішкене 10-20 грамм көлемінде су құюға болады. Енді бұл рецепт бойынша негізі осылай пайдаланған дұрыс, бірақ та кейбір ұндар көбірек суды жұтатын болады. Сондықтан көресіздер илеу барысында. Енді жарты сағат немесе 45 минутқа автолизге қалдырамыз. Бөлме температурасында тұрады. Одан кейін осылай 12 грамм тұзымызды дайындап алып, үстіне кішкене 10 граммдай су құйып, осылай илейтін боламыз. Міне қамырымыз созылып, кішкене жақсы бір-біріне бірге бастады. Бұл бізде автолиз процесі жүрді деп аталады. Келесі осылай тағы да тұзымыз кішкене ерігенше, жаңа қамырымызға сіңгенше осылай араластырып аламыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Мен видеоны қысқартпадым, өйткені барлығы түсінікті болу үшін. Бұл жерде бізде 2 қамырға, 2 нанға арналған қамыр. Енді кезекте осындай ұрғылау процесін жасаймыз. Ұрғылау процесі жаңағы тұздарымыздың еріп қамырымызға сіңуі үшін қажет. Осылай қолымызбен барынша қалай ыңғайлы солай илеп аламыз, және де бетін жауып тағы да жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды қолымызды сулап алып, обминка жасайтын боламыз. Яғни обминка деген бұл жерде былайша айтқанда қамырды созу процесі. Осындай обминкадан
3-4 рет қамырыңыздың біркелкі болғанына қарай 3-4 рет жасаймыз. Обминкаларыңыздың барлығын жасап болғаннан кейін қамыр өзі көтерілген көрсетеді. Міне өзінің көлемінен біршама көтеріліп, осындай біркелкі күйге енеді. Енді кезекте үстелдің үстіне немесе осындай силиконовый коврикке кішкене сұйық май жағып, қамырымызды түсіретін боламыз. Қамырды теңдей 1/2 бөлікке бөлеміз. Бірдей болмаса, бір наныңыз кішірек, бір наныңыз үлкен болып қалуы мүмкін, сондықтан осылай өлшеп алған ыңғайлы. Бұл жерде менде 625 граммнан шықты көл мөлшерінде. Енді кезекте осы қамырымызды жаймалап аламыз. Жаймалап ұзыншақ формаға келтіреміз. Осылай видеодағыдай етіп, екі шетін ішке қарай орап, сопақша форма жасаймыз. Формамызды міндетті түрде сұйық маймен кішкене майлап аламыз. Формаға мән бермеңіздер. Егерде бұл форманы көп қырып жуатын болса, қамырымыз қатты, жаңағы нанымыз жабысып қалатын болады. Сондықтан осындай күйде пайдаланамыз. Міне қамырымыз салып, бетін осындай пищевая шапочкамен жауып қоямыз. Және де әбден көтерілгенше қалдырамыз. Ол 3-4 сағат болуы мүмкін, кейде бөлме температурасы салқын болса 5 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Енді кезекте менде бұл жерде газовая духовка, яғни газбен жылитын духовка. Сондықтан бұны 260 градусқа дейін қыздырып алдым. Және де міндетті түрде бұл нанды пісіру үшін пар береміз. Пар беру үшін осындай ескі табаларыңызды газовый духовканың ішіне салып, бірге қыздырамыз. Одан қайнап тұрған суды құйып жібереміз де, тез жаңағы крышкасын жауып, нанымызды пісіретін боламыз. Алғашында 20 минутта осындай қатты қызуда пісетін болады, 260 градуста. Одан кейін 20 минуттан кейін 200-220 градусқа түсіріп, 40-50 минуттай пісіріп аламыз, қызарғанша. Енді ол духовканың жаңа қызуына байланысты болады. Не осындай болып әдемі болып піседі, және де осындай піскеннен кейін шықырлаған дауыс шықса, бұл нанымыздың өте әдемі пісті деген сөз. Және де нанды міндетті түрде әбден суытамыз, содан кейін барып кесуге болады. Ашытқы дегеніміз не, оны қалай дайындауға болады, сол туралы сұрақтарыңыз болса, жаза кетіңіздер комментарийға, міндетті түрде жауап беремін. Лайк басып бөлісуді ұмытпаңыздар.